Бүгінгі тақырып май қышқылдарының метаболизмі. Бұл жерде жалпы май қышқылдарының синтезі және оның ыдырауы жайлы айтатын боламыз. Ең бірінші, май қышқылының синтезінде ол цитратты қажет етеді, require цитрат. И бұл процестердің бәрі митохондрияда жүріп жатады. Ең бастапқыда бізде цитрат берілген, ол митохондриялық матриске Кребс циклынан келеді. Бұл процестердің көбісі жалпы орган бойынша айтатын болсақ, олар бауырда болып жатыр, аналық сүт бездерінде және май тіндерінде болып жатыр. Ең бірінші синтезінде цитрат митохондриялық матрикстен цитоплазмаға арнайы шаттлар арқылы өтеді. Яғни митохондриялық мембранадан оларға өту үшін шаттл керек. Яғни өткізгіш бір бөлшек. Ол цитратный шаттл деп аталады. Сол арқылы ол ацетилцитрат-лиазаның ферментінің қатысында ацетил коэнзим аға айналады. Ацетил коэнзима бүкіл процестердің бастапқы basic субстрат дейді ғой. Яғни бір бөлігі, негізгі бөлімі. Ол малонил коэнзим аға айналу үшін оған кофактор ретінде биотин керек болады. Биотин ол кәдімгі СО2. Яғни бізге тағы да бір көмір тобы қосылады. Бұл процеске қатысатын фермент ол ацетил коэнзима карбоксилаза. Және оны тежейтін және күшейтетін факторлар болады. Ол инсулин және глюкагон. Яғни біздің только енді тамаш болған кезде инсулин бөлінеді, сол инсулин ацетил коэнзима карбоксилазаны күшейтеді. Ал глюкагон керісінше оны тежеп отырады. Содан малонил коэнзим А пайда болады. Малонил коэнзим А ол уже май қышқылдарының синтезіне қатысады. Яғни именно пальмитатқа оның 16 көміртек тобы болады. Ендігі ыдырауы кезінде ұзын сатылы май қышқылдары карнитин тәуелді транспортқа жүгінеді, былайша айтқанда, ол қажет болады. Себебі бізге енді қайтадан митохондрияның матриксіне өту керек. Цитрат деген ол синтезис, жалпы мемоникаларда жатаған кезде форсетте олар көбінесе ағылшын тілінде жақсы меңгеріледі, жақсы жатталады. Цитрат синтезис және карнитин carnage of fatty acid. Былайша айтқанда ыдырату деген білдіреді. Енді бұл жерде май қышқылдары коэнзим А мен қосылған кезде фатиацил коэнзим А түсіледі. Ол активный формасына ауысады. Осы жерде фатиацил коэнзим А синтетаза ферментінің қасында жерде. Жалпы синтез жүріп жатқан кезде бізде ыдырау жүрмейді, былайша айтқанда. Себебі синтез жүріп осы процесте карнитин пальмитойл трансфераза бір ферментін малонил коэнзим А тежеп отырады. Соның қатысында либо синтез жүру керек, либо ыдырау жүру керек. Цитоплазмадан енді осы фатиацил коэнзим А карнитин шаттл арқылы матрикске өтті. Осы жерде бета тотығы жерде, бета оксидейшн, ол жалпы ацетил коэнзим А дегидрогеназа ферментінің қатысында жүреді. Сол арқылы біз ацетил коэнзим Аны бөліп аламыз. Осы жерде бізде екі түрлі ауру пайда болуы мүмкін. Яғни жетіспеушілігі ферменттердің. Біріншісі ол біріншілік карнитин жеткіліксіздігі. Жалпы ол карнитин арқылы, яғни карнитин шаттл арқылы фати ацетил коэнзима ұсталып қалмайды. Соның әсерінен ұзын сатылы май қышқылдары митохондрияда қалып кетеді және олар уже токсикалық әсер көрсетеді. И жинақтала бастайды. Соның әсерінен weakness дейді, гипотония, гипогликемия деген уже адамда гипогликемиялық жағдай болып жатыр. Соған қоса бізде кетон денелер де жоқ. Кетонды денелер ол гипогликемия кезінде энергия көзі ретінде пайдаланылу керек. Бірақ кетон денелер жоқ. Себебі ыдырау жүрмей жатыр. Бізде на жерде тежеліп жатыр бәрі. И дилатационный кардиомиопатия. Яғни жүректің энергетикалық қажеттілігі артып жатыр. Оны біз толықтыра алмай жатыр, былайша айтқанда. Екіншісі ол жалпы бета тотығудың жүрмей жеткіліксіздігі кезінде, былайша айтқанда, дефицит кезінде фатиацил коэнзим Адан біз ацетил коэнзим Аны бөліп ала алмай қаламыз. Яғни бета тотығы жүрмей қалады. Соның әсерінен олар жинақтала бастайды. Дәл сол секілді қандай жинақталады? Гипокетотик гипогликемия шақырады. Симптомдары құсу, летаргидный состояние, летаргичность дейді. Судороктар пайда болады және комаға дейін алып келуі мүмкін. Бұл процестің бәрі көбінесе бауырда болатындықтан уже бауырдың дисфункциясын шақырады.
Гипераммониемия, егер бауыр бұзылса уже аммония жинақтала бастайды, себебі біз аммонияды уже шығарып ала алмаймыз, организмнен шықпай қалады. Бұның емі ол аштықтан сақтану. Былайша айтқанда көбінесе диеталарды, ұзақ уақыттық диеталарды ұстанбау керек. Жалпы тақырып болса, егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде жауап беремін. Және келесі тақырыптың атын жазсаңыздар, мен соған байланысты келесі видеоны түсіретін боламын.